Баршаға ассалаумағалейкум достар, сіздермен бокс жаңалықтары. Видеоны бастамас тұрып арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Артқы ұшқанда арқан ұстап қалды. Жәнібек қарсыласын нокаутқа түсірді. Астанадағы бокс кешінің басты айқасында Жәнібек Әлемханұлы франциялық Анюэль Нигамесиңмен жұдырықтасты деп хабарлайды. Бірінші раундта-ақ есеңгіретті. 12 раундқа есептелінген жекпе-жек 5-сінде аяқталды. Әлемханұлы қарсыласын нокаутқа түсірді. Осылай Жәнібек IBF және WBO титулдарын қорғап қалды. Айта кетейік, Нигамесиң бірінші раундта-ақ нокдаунға түскен болатын. Қазақстандық боксшы үшін бұл 17-ші жеңіс және 12-ші нокаутпен, ал франциялық карьерасындағы алғашқы рет жеңіліп отыр. Жәнібек Әлемханұлының Анюэль Нигамесиң нокаутпен жеңген сәті. Қазақ стиль IBF және WBO тұжырымдары бойынша орта салмақтағы чемпиондық белбеулерін қорғап қалды. Мінекей, баршаңызды жеңіспен құттықтап қоямын достар. Енді қайда Хамза Шираз, Дэвид Бенавиде, Саул Канело Альварес осы жекпе-жекті көріп шошып қалды ма? Оларға бүгінден бастап мен визит тастауды бастаймын. Сіздерді визит тастауды бастаңыздар достар. Жәнібек Әлемханұлы да бастайды. Енді көреміз, кім қашқын, кім жеңісі көп. Осыны нокаутпен жеңгені үшін достар бары қашады енді. Просто респект. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.